Бөбекжайымызда өткізілген Зергер әке еңбекқор бала байқауында жеңімпаз атанған болатынсыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Есімім Жақсылық Сәбит болады. Ұлым Абылай Күншуақ мектеп алды даярлау тобы. Бүгін біз ұлымызбен бірге қалдық металдардан осындай қазақи әшекей бұйымдар жасайтын боламыз. Ұлым, біз бүгін осындай қалдық материалдардан қазақтың әшекей бұйымдарын жасайтын боламыз. Бізге керекті құралдарымыз осындай темір ыдысты қалдық және де қысқыш, балға, шеге керек болады, қайшы керек болады бізге. Осындай қошқар мүйізді ойымызды осындай қиып алып жасайтын боламыз. Қалай істейтінін бірге көрсетемін. Алдымен осыны қиып алатын боламыз. Қандай? Біз жасайтын білезігіміз, балам, бұл қазақтың жай ғана әшекей бұйымдары емес. Оның мағынасы тарихи өте терең. Біздің күмісті білезіктеріміз тазалықтың бір белгісі. Міне оң қошқар мүйізді қағазымызды жабыстырып алдық. Енді осының үстін бояйтын боламыз. Қошқар мүйіздің мағынасы берекелік пен байлықтың бір белгісі. Мінекей ұлым, біз білезігімізді бояп болдық. Енді бұған біз сақинамызды тағатын боламыз. Жасаған білезігіміздің аты қос білезік деп атаймыз. Бүгін біз ұлымызбен бірге қазақтың қос білезікті әшекей бұйымдарын жасап болдық. Осындай сақиналармен, әдемі безендірумен осыны сізге табыстаймыз. Рахмет. Бұйымдарыңыз өте әдемі шықты. Біз бұл жасаған бұйымдарыңызды Бөбекжайымыздың зергер шеберханасының көрмесіне қоятын боламыз.